жаман болып кеттім. Қазір бірінші сентябрьге барам жұмыстарыммен. Потом түске, потом дальше тағы бір-екі жерге бару керек. Сол, сау отырамын ғой бәрін. Қайға да барып жатырмын, істеп жатқан бәрін. Ал таксим келді менің. Қазір енді машинада кетіп бара жатырмын. Осы сәтті пайдаланып сіздерге өзімнің байерім туралы айтқым келіп отыр. Мариям дейтін кісі. Байер дегеніміз кім? Бұл деген Турциямен тікелей байланысты болатын. Жаңағы сіздерге, мысалы мен киіммен айналысам, өзім киім жағынан сіздерге көмектесетін адам, алып келіп беретін, сол туралы үйрететін, жаңағы қалай дұрыс қабылдау керек, заказдарды закуп жасау керек деген сияқты ғой. Вот. Ол кісі Турциямен прямой байланыста, сол кісі арқылы заказ берсеңіздер болады, или болмаса сіздерге үйретеді қалай заказдар сол жақтан алуды, жеткізуді деген сияқты. Вот. Ертең дәл сол Мариям деген кісінің ертең курсы болайын деп жатыр екен. Ертең күні сол курсына, сіздерде курсында не үйретеді ол? Wildberries дегеніміз бар. Қазіргі таңда өте ауқымды. Солда қалай сату керектігін, қалай товарды қабылдау керектігін, қалай заказ беру керектігі туралы үйрететін болады. 30 күннің ішінде сіздер Wildberriesбен жұмыс істеуді үйренетін боласыздар. Ана жақта Сакске бара жатырмын, парфюм қарауға. Өзіме білесіздер ғой, енді өзім парфюмға не екенімді, слабость екенін. Вот. Біз көретін боламыз, бірге таңдайтын боламыз. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, достар. Қалайсыздар? Көріп тұрғандарыңызда, менің қолымда 100 000 теңге тұр. Бұл әрине сіздерге 100 000 теңгені 10 адамға 10 000 теңгені таратып бергім келіп отыр. Бұл жерде конкурс деп айтайықшы, конкурс болады. Мен қазір мына жерде өзімнің тағы да бір жаңадан ашылған аккаунтымды тастап кеткім келіп отыр сіздерге. Ол аккаунтта тек қана сіздерді қуанту есебіне ашқан болатын, және өзімнің жақын адамдарыма арналған аккаунт. Сол жақта конкурстардың бәрін сол жақта айтатын боламын сіздерге. Сол аккаунтқа өтіңіздер, барлығы түсінікті болады. Осылай 10 000 теңгені просто алғыларыңыз келсе, өтіңіздер. Енді бұл жерде қараңыздар, мен бір ақшам тасып басып айтқаннан емес та, бұл жерде сіздерді қуанту есебінде айтады ғой, қаншалықты табу білсең, соншалықты жақсы жасай біл деген сияқты ғой. Сол себептен сіздерді қуантқым келіп жатыр. Жаңағы ойынның негізі шарттары оңай. Бар болғанда жаңағы Инстаграм бар, менің новыйдан ашылған Инстаграмға кіріңіздер, тіркеліңіздер, сол жерде түсінікті бәрі. Сол жаққа нақтырақ соларға айтатын боламын. Сумка бар қалың. Осындай белый бар и черный. Черный чуть үлкен бірақ. Вот это миллион жарым тұрады екен. Классно, да? Осы белый хочу. Қараңыздаршы. Бағасын көреміз. Сұрау керек екен бағасын. Осы белый либо черный, да? Алу керек. Думаю, белый. Алдағы уақытта. Көптен алғым келіп жүрген духиді, қазір наконец алып жатырмын. Кезіп тұрмын. Постоянно қарайтында кететін түлке көрдім. Красный туфелька алып жүрген негізінде. Бұның бағасы қанша дедіңіз? 440 000 теңге. Классно, да? Мысалы ғана үшін Gucci. Мен мысалы мынандай кимейтін едім. Ну, может, образдар мен әдем